Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Нурик KZ. Бүгін мен осы батареялардың ішінде не бар екенін көрсететін боламын достар. 4-те 5 вольт. 4-те 5 вольт. Ал мынау қанша еді? Мына 3-те 7 вольт мен жазылып тұр. Мынау қанша екенін білмеймін. Осылардан іштерін ашып көретін боламыз. Сіздерге осы қызық болып тұрған шығар, ішінде не бар екенін. Міне көк жазумен батарея деп жазылып тұр, міне көк жазумен. Өзіме де қызық болып тұр, мына ішінде не бар екен. Қалғандар онша қызық емес сияқты. Міне мынау. Бірінші мынадан бастайық, ішінде не бар екен. Бізге осы пышақ керек ашу үшін. Оны ашу қиын болатын сияқты. Осы бетін ашып болған соң жалғастыратын боламын достар. Үйтіп аштым әйтеуір. Біраз уақыт кетті осыған. Ашу қиын екен. Пластмасса қатты. Так, көрейік не бар екен ішінде. Мән, не қағаз ба? Има. Мына ішінде қағаз. Мынау. Міне кәдімгі қағаз. Құрғақ. Сіздерге іштерін ашып көрсетейін. Міне 4 жұмсақ. Бұлар не ғой? Сіздер білетін едіңіздер, қорғазын дегенде қорғаз. Асықтардың ауыр болу үшін құятын еді ғой, асықтарға ертіп. Мынау сол ғой. Міне осындай заттан тұрады екен. Бір шетке қоя салайық. Енді мынаның ішін ашып көрейік. Бұның ішін ашу қиын болатын сияқты достар. Мынаның іші өте қатты. Ашып болған соң жалғастыратын боламыз достар. Өйткені бұны ашу ұзақ уақыт кетеді. Міне Samsung деген батарея. Ашып болған соң жалғастырамыз. Мына бетін аштым. Міне. Камера. Міне. Осындай заттардан тұрады екен. Шылып тастайық. Енді мынаны ортасынан қақ бөлетін боламыз достар. Міне достар. Бұны да үйтіп бөлдім әйтеуір. Пышақпен бөлген жоқ, балтамен бөлдім. Өйткені бұны бөлу өте қиын. Міне. Жаңа бөліп жатқан кезде мынау ісіп кеткен. Ішіндегі заражение болды ма, басылып тұршы. Ішінде осындай заттар бар екен. Бірақ бұның иісі спирттің иісіне ұқсайды. Міне. Қара. Ішіндегі бір мент сияқты ма, бір металл ма. Сондай затқа ұқсайды. Мына күленкі сияқты. Күленкі. Осындай заттар бар екен. Бірақ бұл уақыт өткен сайын қызып бара жатыр. Ішіндегілер заражение беріп жатыр ғой деймін. Замеканы болып жатыр ғой. Міне. Атылып кетіп жүрмесін, жанып кетіп. Қызып жатыр мен сайын. Кішкене тазалап жүрейін.
міне бұны ашып қойдық. Енді достар, сіздерге ең қызық болып тұрған осы шығар. Осының ішін асып көрейік. Батарея қойып тұр. 4,5 вольт. Сырттағы қабығын ашайық. Картон екен. Нема? Не батарейка ма? Кәдімгі батарея сияқты. Міне, сіздердің көздерін шашып отырмын. Нема? Батарея сияқты қарапайым. Үлкен. Қазіргі кезде бұндай батареялар жоқ сияқты, жоқ деп ойлаймын мен өзім ойым. Оның кезінде бір Союз кезіндегі батарейкалар ғой. О, бөлінді. О, мына плюс-минус ау деймін. Мәні үлкен. Бұның электр қуаты бітіп қалған. Қуаты бітпесе бұл қазір 900-дан едік қой. Тезіліп кеткен. Мен барлығы сондай. Давайте осының ортасынан қақ бөліп көреміз, достар. Давай, сіздерге қызық болып тұрғанша бұның ішінде не бар екен. Міне кішкене тазалап тастайын. Міне, тазалап қойын. Енді осының ішін қақ бөлемін, достар. Бөліп болған соң жалғастырам. Мынау да өте қатты. Ұзақ уақыт кететін сияқты болғанда. Міне достар, бөлдім. Ішінде осындай бір ұнтақ сияқты заттар бар екен. Өте қатты екен бірақ. Міне, ішінде осындай заттар бар. Қолымда быт-шыт болып кетті. Міне, достар. Бүгінгі бөлген заттарымыз әрқайсысын өз орнына қояйын орнына. Міне достар. Осының ішінде не бар екенін көрдіңіздер, достар. Достар, бүгінгі видеомыз аяқталды. Егер де бүгінгі видеомыз ұнаса, каналға тіркеліп комментарий жазыңыздар. Бүгінгі видеомыз аяқталды. Сіздермен бірге болған Өлкезет. Аман сау болыңыздар, достар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, колокольчикті басыңыздар.